Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin ala sayyidina wa habibina Muhammad wa man ittaba bi ihsan ila yawmiddin. Assalamu alaykum wa rahmatullah. Allah'ın selamı жақсылығы болсын. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам бір хадисте айтады: адам баласы тал егетін болса дейді, тал егіп, сол талдың біреулер келіп, сол талдың жемісін жейтін болса, немесе ұрлық жасайтын болса, немесе соған зиян беріп бұтақтарын сындыратын болса, мысалы сол талға зиян беретін болса, осы үш амалда барлығы не қылады дейді, тал еккен кісіге сауап ретінде жазылады дейді. Яғни бұл айтқанда міне былай адам баласы шын көңілден бір талды егетін болса, Аллах ризалығы үшін деп, әсіресе міне көктем уақытында, сонда адам баласы талды егетін болса, яғни оған күмәнсіз сауап алады. Күмәнсіз үлкен сыйлықтарға ие болады. Неге? Өйткені тал егудің сауабын пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам осы хадисте айтып отыр. Яғни талды ектіңіз бе, ол келешекте өсті, өзінің жемісін берді. Біреу барды, сол жемістен тамақтанатын болса, сізге сауап жазылады еккен кісіге. Екіншіден, өкінішке біреу барып сол талдан ұрлық жасайтын болса дейді пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам, ондай болса, ол да кімге сауап ретінде жазылады дейді? Осы талды еккен кісіге жазылады дейді. Үшінші, бір кісі барып сол талға не қылатын болса дейді, зиян беретін болса, оның да былай айтқанда талдың бұтақтарын сындыратын болса, немесе талға бір нәрсе зиян беретін болса, оның да несі сауабы кімге жазылады дейді? Талды еккен кісіге жазылады дейді. Сондықтан да иншалла құрметті жамағат, былай айтқанда тал егейік, үйдің қасында болсын, немесе мысалы дек осы мешіттің қасында болсын, немесе ең маңызды болған міне аруақтардың мекені болған қабірстанда тал егетін болсақ, міне нұрдың үстінен нұр болатынды біздер ұмытпауымыз керек. Алла Тағала бізге хидаят берсін, дұрыс жол берсін, тал егіп сауабымызды көбейтейік. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.